Бізге осы мешітке келіп көп қойылатын сұрақтардың бірі, жаңа айтып өттік қой, намаздағы сәждеде қылынған дұға дедік та. Біздің жамағаттарымыздың көбісі арабша дұғаларды көп жаттамауы мүмкін. Тек намазды оқығанда, намазда сәжде айтылатын зікір сөзді жаттап, қалған дұғаларды жаттамай, көбісі айтады, біз қазақша дұға қылсақ бола ма дейді. Яғни сәжде жасап жатқан кезде, сәждеде басымыз тұрып, қазақша дұға етсек бола ма? Бұған ғалымдарымыздың берген фатуасы бар. Ғалымдарымыздың берген фатуасында мұсылман адам намазда сәждеде жатқан кезде қазақша немесе өзінің тілінде дұға жасауға болады деген. Бірақ та шарты бар да. Оның шарты Құранның аяттарына мағыналас болу керек. Тек қана Алладан сұралатын нәрсе болу керек. Мысалға, Алла менің күнәмді кешір, Алла мені жәннатқа кіргіз, Алла мені әке-шешемнің күнәсін кешір. Яғни Құран кәрімде келген аяттағы дұғалардың қазақша мағынасын айтып дұға жасаса болады деген. Ол намазды бұзбайды деген да. Ал екінші тағы бір келген сөзде, бұл жерде адамдардан өтініп сұрауға болатын нәрселерді қамтитын болса, Алла мені пәленшеге үйлендір, Алла менің қарызым көп болып кетті, соны өтеп беруге жәрдем бер. Яғни адаммен байланысты дұғалар болатын болса, онда ол намазды бұзады, және де ол дұғаны жасауға рұқсат етілмейді дейді. Бауыржан Әлиев деген ұстазға сұрақ қойып отыр. Намазда тұрған кезде сәждеде қазақша қылсақ бола ма дейді. Ол кісі жасамаған дұрыс дейді қазақша. Өйткені біз қазір болады десең, онда пәленше Айнұрды сұрайды, Айгүлді сұрайды, Гүлнұрды сұрайды, сөйтіп намазында тұрып ал, не дейді? Біреу екінші әйел сұрауы мүмкін тағы. Сондықтан міне осындай нәрселерді алдын алу мақсатында кейбір ғалымдардың ұстанған фатуасы бойынша болмайды деп жауап берген. Бірақ та біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан берілген фатуада, егер де оның сөзі, дұғасы Құран аяттарына сәйкес болса, тек қана Аллаға ғана қатысты болған болатын болса, онда өз тілінде дұға қылуға рұқсат еткен ғалымдарымыз бар.